Менің есімім Өмірзақ Бағдат. Мен Түркістан облысы Келес ауданы Ұшқын ауылында тұрамын. Номер 20 Тоғаш Бердияров атындағы жалпы орта мектебінің 7 сынып оқушысымын. Мың бала жобасы жайлы мектепаралық тестілеулерден жақсы нәтиже көрсеткенім үшін ұстаздарым ұсыныс жасады. Сосын біз ұсыныс жібердік. Ұсынысым қабылданып 6 ай бойы оқыдық. Жобаның маған тиген пайдасы өте көп болды. Білімім артты, достарым көбейді, ой-өрісім дамыды. Мың бала олимпиадасының басты мақсаты ауыл мектептерінде 5-6 сыныпта оқитын оқушылардың дарынын ұштау, олардың еліміздің жетекші үздік білім ошақтарына оқуға мүмкіндік беру. Мың бала олимпиадасы сияқты елімізде өткізіліп жатқан олимпиадалардың қатары өте сирек, ал ауыл оқушыларына бағытталған олимпиадалардың тек қана мың бала олимпиадасы еліміз бойынша. Енді біз қазір талдау жасап қарағанымызда ауыл мектебінде оқып келген баланың жетекші мектепке түсіргеннен кейінгі деңгейі әлдеқайда жоғары екенін байқадық. Бұрын мысалға өзінің әсіресе ағылшын тілі болмаса өзіне ұнаған пәні бойынша деңгейі төмен болатын болса, жетекші мектепке түскеннен кейін әлдеқайда жоғарылағанын аңғарып отырмыз. Мектептің бос уақытында әлеуметтік жұмыстармен айналысамын. Ағаш отырғызамыз. Өзім ауылымның таза болған қалаймын. Ата-анамның маған артқан үміті көп. Олар мені әрдайым қолдап отырады. Отбасымызда 5 адамыз. Анам, әкем, ағам, әпкем және үйдің ең кішісі мен. Менің ойымша әр ер азаматтың отанға деген сүйіспеншілігі болу керек, еліне қызмет ету керек. Мен болашақта кәсіпкер болып келеді. Еліме пайдам тигізім келеді. Өз құрдастарыма айтарым, бір жұмысты ортасынан тастап кетпей, соңына дейін алып бару керек. Алдыңа мақсат қойдың ба, соны орындау керек. Сол кезде ғана жетістікке жетеміз.